Бізге қажет заттардың барлығын түгендеп алдық, және де бізге негізі 3 жұмыртқа қажет. Бұл кішкентай болғандықтан мен бұдан 4 қоссам ба деп тұрмын. Сондықтан мен бүгін 4-еуін қолданамын, а негізі рецепт бойынша 3. Жұмыртқаларымызды жарып аламыз, араластырамыз. Қантымызды саламыз. Қантымызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Енді біздің теркіден өткізілген сәбізімізді саламыз. Грецкий орех біз алдын ала пышақпен ұсақтап алдық. Оны да саламыз. Және де біз корица қосамыз. Жарты шай қасық. Сіз корица, мускатный орех, имбирь қоссаңыз болады. Аздап жарты шай қасық. Мінекей барлығын салып араластырып алдық. Енді ұнымызды саламыз. Және де разрыхитель саламыз. Разрыхитель 10 грамм саламыз. Менің қасығым өте кішкентай, мынандай. Бұдан бір қасық менде 5 грамм шығады. Үнемі осы қасықпен өлшеп саламын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осыны 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Біз кольцомызды 22 диаметрге қойып алдық. Енді біз көз мөлшерімен 3-тен 1 бөлігін саламыз. Және айналасын байынан лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Және де қызып тұрған пешімізде 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Зубочисткамен немесе шпажкамен тексереміз. Піскен піспегенін. Мен духовканы асты-үстін қосамын. Және де ортасына қойып пісіремін. Мінекей, кожа айналасындағылар уже пісіп, золотистый бола бастады. Енді біз ортасын тексеріп көреміз. Құп-құрғақ. Енді ала берсек болады. Сөйтіп, 2-3 коржымызды туралы сәпсір. Енді өте керемет. Корицаның иесі, жаңғақтың иесі өте керемет шығып тұр. Енді біз айналасын пышақпен кесіп аламыз, формасынан шығарамыз. Сәбіз қосылған тортымыздың кремін жасаймыз. Сілекейді миксерлейміз. Қант ұнтағын, яғни сахарный пудра саламыз. Миксерлейміз. Енді сырымызды саламыз. Барлығын бірден салдық, енді миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Бірінші коржымызды салып, кольцо кигізіп алдық. Енді бірінші слойға крем жағамыз. Енді коржымызды саламыз. Екінші коржымызды салдық, бұған да крем жағамыз. Енді үшінші коржығымызды саламыз. Бұған да бетін тегістеп, толыққанды крем жағып шығамыз. Енді кольцосын шешеміз. Айналасын тегістеп, крем жағып шығамыз.
мен айналасына аздап миндальный слайс сеуіп шығам. Аздап миндальный слайс сеуіп алдық. Арахис, грецкий орех сепсеңіздер де болады. Және бізде сушеный апельсин бар. Яғни кептірілген апельсиндер. Сонымен былай айналасына қойып шығатын боламыз. Апельсин тым үлкен алған болғандықтан менің апельсиндерімнің слайстары да үлкен. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді торттармен қуантыңыз.